Саламатсыздар, Рика телеарнасының сүйікті көрермендері. Есеңсіздер ме? Ассалаумағалейкум. Қайырлы күн, кішкентай көрермен. Жаз бойы қызықты айдарлар мен тың мәліметтер, сонымен бірге түрлі қызықты ойындар мен тілдарын бағдарламасы қаламыздағы кішкентай көрермендерді баурап алғаны сөзсіз. Былтыр ғана дәл осы уақытта теледидар әлеміне жол тартқан тілдарын бағдарламасының сүйіп көретін көрермендері бары анық. 4 ай ішінде 3 тілді үйреніп қана қоймай, санауды, түрлі бұйымдар жасауды, билеуді және әлемдегі ең қызықты мәліметтермен танысып, үздік болуды үйрететін жоба бұл. Олай болса, құрметті көрермен, сүйінші баланы жан-жақты өсіріп дамытатын, оған тың мәліметтерді үйрететін және де жаңашылдыққа баулитын жоба қайта эфирде. Тілдарын жасасын деп айтайын ағайын. Дәл бүгін балалар қорғау күнінде тілдарын сіздерге жаңа санын ұсынбақ. Сүйікті көрермен, сіздерді мейрамдарыңызбен шын жүректен құттықтаймыз. Аспанымыз ашық, болашағымыз жарқын болсын. Ал енді кезекті келесі айдарға берейік. Сәлем достар! Қайырлы күн! Бағдарламамыздың тізгінінде жаңа айдар. Қымбатты достар, бүгін біз жаңа әліпбиді үйренетін боламыз. Латын әліпбиіне көшудің себептері қандай? Жаңа жазудың қандай ерекшеліктері бар? Латын әліпбиінде қанша әріп бар? Осы сияқты сұрақтарға бірге жауап іздейтін боламыз. Кішкентай көрермен, бізбен бірге әріптер әлеміне саяхатқа барғың келеді ме? Ендеше арнамыздан алыстамаңыздар. Қанеки, маған айтшы, біздің бүгінгі қолданып жатқан әліпбиімізде қанша әріп бар? 42 ғой. Ал латын әліпбиінде 32 әріп. 32 әріп дейсің бе? Неге болай болды? Мүмкін бұл сұрақтың жауабын біздің досымыз Салтанат білетін сияқты. Қазақ әліпбиінде 42 әріп, ал латын әліпбиінде 32 әріп. Қалған 10 әріптің қайда кеткені барлығында қызықтыратын сұрақ. Ендеше мен бұл сұраққа жауап беріп көрейін. Тіл мамандарының айтуынша, 10 әріптің 8-інің латын алфавитіне жат және қайтып келместігін айтқан болатын. Ендеше мен қызықты бір дерек айтайын. Бұқаралық ақпараттардың деректеріне сүйенсек, қазіргі таңда әлемнің 70% елінде латын алфавиті арқылы білімді игеріп, ғылыми зерттеу жұмыстарымен танысуда. Салтанат, сен не істеп жатырсың? Мен латын әліпбиінің жазылу ерекшелігін қарап отырмын. О, бізді үйренейік. Әрине, келіңдер, бірге үйренеміз. Ендеше латын әліпбиінің алғашқы әрпіне кірсек. Бұл А әріпі. Ал мынау кішкентай А әріпі. Райымбек, кел, сен де байқап көрші. Жарайды. А. Жарайсың, Райымбек. Ал айта қойшы, А әрпінен басталатын қандай сөз білесің? Алма. Жарайсың. Алма. Енді латын әліпбиінің екінші әрпін үйренетін боламыз. Бұл Ә әрпі. Медина, сен де байқап көрші. Ә. Керемет, Медина. Медина, айта қойшы, сен Ә әрпінен басталатын қандай сөз білесің? Әтеш. Жарайсың. Әтеш. Латын әліпбиіне көшуді негізін салып кеткен Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың өзі айтқандай, біз латын әліпбиіне жай көшіп жатқан жоқпыз, біз оған оралудамыз. Сонымен, құрметті достар, біз бүгін қандай әріптермен таныстық? Жарайсыңдар. Осымен айдарымыз тамам.
Келесі кездескенше. Сау болыңыздар! Алма, яблоко and apple. Ateş, петух, кок. Достар, меніңше бұл өте пайдалы айдар. Еліміз жаппай латын әліпбиіне көшіп жатқанда, дәл бағдарламамыздың осы бөлігі кішкентай көрермендерге ғана емес, сонымен бірге барлық қала тұрғындарына пайдасы тиері сөзсіз. Апай, Аделя, сенің ұйқың келіп тұрған сияқты ғой? Жоқ. Тек мен күнделікті кішігірім таңғы жаттығуларым бар еді. Соны бүгін жасауға үлгермедім. Аделя, олай болса, еш уайымдама. Өйткені бағдарламамыздың келесі айдарындағы жүргізушілермен бірге қосылып, серігіп алсаңдар болады. Олай болса, бастайық. Сәлем достар, қалайсыздар? Сіздермен бірге Мадина және Жанбота, бүгін біз сіздерге денені сергітетін, бойды шынықтыратын жаттығуларды көрсетеміз. ендеше бастайық. Бірінші біз басымызды айналдырамыз. Оңға 2 рет, солға 2 рет. Ал енді екінші жаттығу. Қолымызды иығымызға қойып, артқа 2 рет, алдыға 2 рет айналдырамыз. Кеттік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Үшінші жаттығу, қолымызды қайшылаймыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ал енді төртінші жаттығу. Қолымызды белімізге қойып, оңға 3 рет, солға 3 рет айналдырамыз. Кеттік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Достар, шаршап қалған шығарсыздар. Олай болса, сергіту сәтін бастайық. Достар, осымен біздің сергіту сәтіміз аяқталды. Қош, сау болыңыздар. 1, 1, 1. 2, 2, 2. 3, 3, 3. 4, 4, 4. 5, 5, 5. 6, 6, 6. 7, 7, 7. 8, 8, 8. 9, 9, 9. 10, 10, 10. Ал сен оригиналсың. Аделя, осы қыздар сөмкесін неге әрдайым өзімен бірге ұстап жүреді? Телағыз. Қыз балдар өзінің сөмкесіне өзіне керек заттарын салып жүреді. Онда ұл балдардың сөмкесі қалтасы. Ой, сен де бір қалжыңдап. Телағыз. Мен мысалы сөмкені өзімнің қолымнан жасап көргім келеді. Handmade па? Я, мерекелік бағдарлама ғой. Қыз балдарға деген сыйлығымыз болсын. Қымбатты көрермендер, өз қолымыздан сөмке жасап үйренейік. Қайырлы күн. Сәлем достар. 1 маусым балаларды қорғау күні құтты болсын. Еліміздегі балаларды мерекемен құттықтаймын. Дендері сау болсын. Жансая, сені де мерекеңмен құттықтаймын. Рахмет, апай. Жансая, осы мерекеге қандай сыйлық қалайсың? Мен жазғы заттарымды салатын сәнді және әдемі сөмкені қалаймын. Осы сөмкені сатып алмай, қолдан жасаса қалай қарайсың, Жансая? Тамаша, оны қолдан жасауға бола ма? Әрине болады. Бұл бұйымды жасау үшін бізге мата керек,
мата қалдықтары, глизерин, фатин керек және бау керек. Сөмкемізді жасау үшін кез келген матаны 5-30 см қылып қиып аламыз. Біз алдын ала қиып дайындап алдық. Және бұның сол жақ бетін жайып қоямыз. Жансая, жақ бетін жайып жібер. Және бұның үстіне мына ұсақ маталарымыз жабысып тұру үшін флизерин қолданамыз. Екі жақты флизерин қолданамыз. Матаның үстіне флизерин қоямыз. Және осы матаның үстіне ұсақ қалдықтарды шашып қоямыз. Кел көмектесші бер, Жансая. Ан жақтарына шаша бер. Қандай әдемі түрлі түсті қиындылар. Әсіресе маған сары, қызыл, көк, жасыл және ақ түстер қатты ұнайды. Тамаша, Жансая. Саған ұнағанына өте қуаныштымын. Бұның ішінде қандай пішіндерді көріп тұрсың? Мұнан 3 бұрышты және 4 бұрышты пішіндерді көріп тұрмын. Құрметті көрермендер, бұл бұйымды да сендер бізбен бірге жасап көріңіздер. Бұл қиықтарды әдемілеп осы матаның үстіне қоямыз. Қиындыларымызды қойып болдық. Енді бетіне фатин матасын қойып, үтікпен басып шығамыз. Ан жағын қойып жібер, сол жағын жайып жібер. Достар, үтік сияқты ыстық заттармен қолданған кезде өте абай болу керек, және тек қана үлкендердің көмегімен жасаңыздар. Апай, үтіктеп болған соң не істейміз? Үтіктеп болған соң матамызды теріс қарай бүктейміз. Бүктеп болғаннан кейін ең шетінен 15 см-ден өлшеп аламыз. Жансая, кел өлшей қой. Жоғары жағынан және төмен жағынан. 15 см. Келесі жағынан 15 см өлшеп аламыз. Бұл біздің сөмкеміздің жапқышы болады. Апай, ары қарай бүктей берейін бе? Иә, ортасынан бір бүктейміз. Осылай қойып, және екі шетінен доғал қылып алып аламыз. Достар, енді осы белгі бойынша тігін машинасында тігіп шығамыз. Жансая, осы сөмкемізді ұстап тұру үшін бізге не керек деп ойлайсың? Бау керек деп ойлаймын, апай. Демек, біз қазір бау жасаймыз. Бау жасау үшін осындай 115-7 см әдемі түстен бөліп кесіп аламыз. Және оны теріс қаратамыз. Екі жағынан тігін машинасында тігіп шығамыз. Және оны қайттан оңға айналдырып, дайын болған сөмкемізге тағамыз. Мінекей достар, тігін машинасында тіккен бауымызды дайын сөмкемізге тағып қойдық. Өздеріңіз көріп отырғандай, екі шетіне тағамыз, және де сөмкеміз әдемі болып тұру үшін әртүрлі әшекейлерді орнатуға болады. Бүгін балалар күні болғандықтан мен бұны саябақтарға және әртүрлі ойын-сауық орталықтарына тағып барамын. Жарайсың, өте жақсы идея. Құрметті достар, сендер де үйлерінде осындай әдемі, сәнді сөмке жасап көріңіздер. Осымен біздің айдарымыз аяқталды. Сау саламатта болыңыздар. Үш бұрыш, треугольник, триангл. Төрт бұрыш, прямоугольник, ректангл. Сары, желтый, yellow. Қызыл, красный, red. Көк, синий, blue. Жасыл, зеленый, green. Ақ, белый, white. Құрметті ата-аналар, балалар, 1 маусым балаларды қорғау күні құтты болсын. Еліміздің ертеңі болар, жас ұрпақтың өмір жасы ұзақ болып,
бақытты өмір сүруді жазсын. Тәтті бүлдіршіндер, денсаулықтарың зор болсын. Қымбатты көрермендер, сіздерге мол бақыт пен шаттық тілеймін. Осымен біздің Тілдарын бағдарламасының алғашқы саны тәмам. Апта сайын Рика телеарнасы қосылы болсын. Сау, саламатта болыңыздар. Келесі көріскенше сау болыңыздар. Тауда орманда қала бар ол кішкентай ғана, сүйкімді мейірім көзді ақ құс бар онда. Ғажайып өзен жарқырайды, зұлымдық жоқ мұнда. Қаланың бар ерекше құсы көңіл сыйлайды жанға. Сиқырлы қала, сиқырлы қала, маған кім айтады, кім көрсетеді, ол қайда, ол қайда. Сиқырлы қала, сиқырлы қала, жаны жарық және анық, күн күледі онда. За горами, за лесами маленькая страна. Там звери с добрыми глазами, там жизнь любви полна. Там чудо озера искрится, там зла и горя нет. Там в озерце живет жар птица и людям дарит свет. Маленькая страна, маленькая страна, кто мне расскажет, кто подскажет, где она, где она? Маленькая страна, маленькая страна, там, где душе светло и ясно, там, где всегда весна. There is a small country behind the mountains. There are animals with kind eyes. There is full of love. There is a miracle like sparklers. There is an eagle green. There is a firebird living, and people give its light.